Әлемдегі сіз білмейтін оқиғалар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Инопланетяниндерден келген сигнал. 1977 жылы 15 тамызда Джерри Эммон жұмыста отырып космостан сигналдарды қарап отырады. Бақылап отырған сәтте белгісіз бір волнадан басқаша дауыс шығады. Бұл космостан келетін әдетті дыбыстардан өзгерек болады. Бар болған 72 секундқа созылған дыбыс түрлі әріптер мен сандардың түсініксіз үзік сигналдарынан тұрған. Ұзақ уақыт бойы ғалымдар оны зерттеуге тырысады, алайда ол біреудің қалжыңы ма, әлде шын мәнісінде космостан келген инопланетяндардан хабар ма, мұны ешкім аша алмады. Бар болғаны ол 72 секундқа созылған дыбыс болып қала берді. Құбыжық құс. Ақштың оңтүстігінде ұзақ уақыт бойы адамдар құбыжық құсқа, үлкен, түсініксіз бір құсқа теңейтін құсты кездестіргенін айтып келген. 1950 жылы Ақштың басылымдардың бірінде дәл осындай фотосурет жарық көреді, елдің барлығын дүр сілкіндіреді. Қандай дейсіз ғой? 1869 жылы Ақшта өткен азаматтық соғыста жауынгерлер үлкен құбыжық құсты Виксбург қаласының маңынан атып өлтіріп, бірақ басылымның фотосуреттері жайлы адамдар көп айтқанымен екі нұсқасы бар деп болжам да бар. Бір нұсқасында ол кәдімгідей қарапайым қара құсқа ұқсайтын үлкен құс болса, екіншісінде ол құбыжық тәріздес, шын мәнісінде динозаврлардың бір поколениясындағы бір құстар тәріздес болып келеді. Шын мәнісінде қайсысы дұрыс нақты фотосурет екені әлі күнге дейін белгісіз. 2014 жылы шілде айында Ямалда үлкен қатты жарылыс болады. Салдарынан ол жерде адам сенгісіз құдық пайда болады. Тереңдігі және ұзындығы 40 метрге дейін жетеді. Өзіңіз ойлап көріңізші. Ең бір қуанарлық жағдай, ол жерде адамдар көп шоғырланатын жер болмағандықтан ешқандай адам зардап шекпеген. Алайда осы түсініксіз құбылыс адамдарды қорқытып, ғалымдар және бірнеше экспедициялық топ Ямалға келіп зерттеу жүргізеді. Ол кісілер зерттеу жүргізген кезде дәл осындай 3 құдық жарылады. Тереңдігі де, көлемі де осындай. Ол ғалымдарға үлкен үрей туғызады. Алайда ешқандай болжам нәтиже бермеді, ешқандай зерттеуден нәтиже бермеді. Тек қана бір нәтиже бар, ол табиғи газдың толқынмен көтеріліп жарылғанынан осындай бірнеше құдықтар пайда болды деген болжам бар. Бірақ әлі күнге дейін осы үлкен құдықтар жердегі өзгерістер әкелген үшін ғалымдарды алаңдатып келеді. 1980 жылы 20 желтоқсанда 19 жастағы Джон Хиллер есімді қыз өзінің ата-анасына жолға шығады. Кенеттен оның көлігі бұзылып, от алмай қалады. Көлігі тоқтаған жақын маңда оның достарының үйі болады. Қыз бірден ойланбастан, аязда қалмайын деп, достарының үйіне қарай шығады. Достарының үйіне қарай жетіп қалғанда, өте суықтың салдарынан үсіп, әлсіреп, есінен танып құлап қалады. Ұзақ уақыт бойы ата-анасына қыздан хабар болмағаннан кейін туған туысқандары дабыл қағып, достары іздеуге шығады. Біраз уақыттан кейін, шамамен 6-8 сағат арасында достары тауып алады, бірден оны көлікке отырғызып, жақын маңдағы ауруханаға апарады. Ауруханаға апарғанда қыздың денесі қатып қалған, тіпті ине сұғуға мүмкіндік болмаған. Бірақ дәрігерлер адамға тағы бір мүмкіндік берейік деп, оны арнайы қыздыратын бөлмеге жылытуға кіргізеді. Ең қызығы, олардың пайымдауынша қыз адам болмайды, тіпті оянбайды деген болжам жасайды. Тіпті оянған күннің өзінде денесінің 80-90%-ын үш салып, немесе жүрмейді, яғни өмір бақи мүгедек болып қалу деген болжам жасаған. Бірақ ата-анасы да, дәрігерлер де соңына дейін үміт үзбеді. Қызды бөлмеге жылытады. Ең қызығы, 3 сағаттан кейін қыз көзін жинап, алғаш рет су сұрайды. Сенесіздер ме? 3 аптадан кейін ол аяғын қозғалтады, ал 6 аптадан кейін қыз түк болмағандай дені сау болып, қайтадан туған туыстардың арасына оралады. Әлі күнге дейін ұзақ уақыт өмір сүріп, таңғажайып оқиға ретінде көптеген адамдарды таңғалдырып жүр. Арай Райс ерекше арнадағы ерекше ақпарат.